Сәлем достар, сіздермен бірге мен IT бала. Бүгін біз Scratch'тың 5-ші тақырыбы управление, яғни басқару бөлімін өтетін боламыз. Бұл жерде бізде циклдар болады. Циклдармен, клондармен жұмыс жасайтын боламыз. Бізде бұл циклдар 3 түрлі цикл бар. Ол мәңгілікке, немесе бірнеше рет белгіленген сан бойынша қайталайды, немесе сол қайталап жатқан кезде бір нәрсе орындалған кезде бір нәрсені жасауы. Бізде блоктар ждат 1 секунд, яғни мына жерде берілген блок санды біз өзгерте аламыз. Біз қанша секунд десек, ол программасын сонша секундқа тоқтатып тұрады. Мысалы 5 секунд дейік. Мынаны алайық. 10 шаг алға, артқа 10 шаг. Енді когда нажатты қояйық. Енді біз мынаны бастық. 10-ға алға жүрді, міне 5 секунд өтті. Өтіп жатыр, міне тағы бір жүрді. Осымен бізде несі бітеді. Яғни мына жерде берілген сан бойынша олар сонша секунд күтеді де, сонша секунд күтіп келесі нені орындап кетеді. Повторить 10 раз. Яғни 10 раз емес, мына жерде біз бұны да өзгерте аламыз. Мынандай сопақ жердің бәрін біз басып өзгертуге болады. Біз бұл жерге қанша рет десек, мысалы 9 дедік. Осының ішіндегі циклды бұл орындайтын болады. Яғни, мысалы біз алға 10 шаг дейік. Когда нажатты алып қойғыш мынерге. Міне, ал бастық 9 рет қайталады. Міне, x110-да тұр. 90 рет жүрді, x200-ге барды. 200-ден 9 көбейтілген 10-ды азайтсақ, бағанағы координата 110 шықты. Яғни, бұны басқан кезде мына жердегі циклды мына жерде берілген сан қанша болса, сонша рет қайталайтын болады екен. Енді повторять всегда. Бұл мәңгілікке деген сөз. Яғни, бұл мүлдем шек жоқ. Біз бұны қоятын болсақ, міне, ол тек қана алға жүрді. Біз оны алып барып тастасақ, ол қайттан алға жүрді. Міне, мұнда қояқ, қайттан алға жүрді. Тоқтамайды ол. Себебі біз оған тоқтаусыз циклды қойдық. Енді, егер мына жерде бізде нелер беріледі, осындай, олар бізде сенсорлардың ішіне бар. Міне, указатель мыш басылған кезде, осы кейіпкерге тиген кезде, немесе кейіпкерлерім осы кейіпкерге кеп тисе, немесе барып край, яғни қабырға тиген кезде, мына түстер тиген кезде, мына жердегі түс, мына цветке тиген кезде, клавиштің мынандай клавиштері басылған кезде, мыш басылған кезде, яғни бізде мышкамыз бар ғой, осы басылған кезде, және мынаяқтарда бар. Көп, мына айнымалы мынадан көп болып кетсе, ана айнымалы мынадан көп болып кетсе дегендей. Бар сондай. Оларды келесі тақырыптарда өтеміз. Сонда біз мына если то деген блок, мына жердегі берілген нәрсе орындалған кезде, мына циклды орындайды. Мысалы біз қояйық. Міне, мында апарып қояйық. Егер касается указатель мыш. Біздің мына мышкамыздың тінтуір тиген кезде, ол бірден алға жүре бастайды. Көрдіңіздер ғой? Тигізді міне, жүрді. Алып бартсақ. Міне, тиді. Тағы бір тиді. Яғни, мына жердегі нәрсе орындалған кезде, мына жердегі циклды орындайды екен. Одан кейін, если то иначе. Бұл да дәл бағанағыдай.
Бірақ бұл жерде екі түрлі. Қалай екі түрлі? Дәл мынау сияқты если то, одан кейін иначе деген болады. Егер мына нәрсе орындалған кезде мына жердегіні істейді, ал бұл нәрсе орындалмай тұрса, яғни әйтпесе, ол орындалмаса, мына цикл мына жердегі нәрсе, яғни онда мына жердегі нәрсе орындалмаса, онда мына жердегі нәрсе істейді. Ал орындалса, мына жақтағыны орындайды. Бұл жер если то иначе деген блоктың мағынасы осындай. Енді бұл арқылы бұны біз оның орнына басқаша да етіп қойсақ болады. Мынаны дублировать етіп аламыз. Істін мышкамен мышканың оң жағын басқан кезде дублировать, удалить блок, добавить комментарий деген әртүрлі баптаулар шығады. Солардың бір дублироватты бассақ, ол екі еселенеді. И немесе біз бұны былай жазсақ болады. Касается указатель мышты бір жағына қойсақ, және мына жерде не деген сөз бар. Ол бізде операторға кіреді. Яғни мынау тимесе. Мынаны дублировать етіп қояйық. Мына екі блок бізде тең. Мына если касается указатель мышь иначе, и если касается указатель мышь, то если не касается указатель мышь. Яғни мына жері мына орындалмаған кезде орындалады. Ал мынау аймақ, мына ортасы, если тоның асты, иначенің үстіндегі мына аралық бар ғой. Мына аралық. Осы аралықтарда берілген нәрсені мына нәрсе орындалған нәрсе. Ал мына жерде ол орындалмай қалған кезде жасайтын болады. Келесі бұл ждать до. Яғни бағанағыда сенсорлардағыдай нәрсе күту. Мына жердегі берілген касается край. Яғни біз мынаны бассақ, ол неге тигенше тоқтамайды. Қабырғаға тигеннен кейін қабырғаға тигенше күтеді. Одан кейін қабырғаға тигенше күтеді, ал одан кейін берілген нәрсені орындайды. Яғни мына жердегі нәрселер, сенсорлар бізде өте маңызды болып саналады. Сенсорлар, операторлар және мынандай сопақша блоктары, яғни мына жерде положение X, положение Y, костюм номер, фон номер, размер, громкость, звук және громкость, таймер, X мышь, Y мышь, тағы нелер бар бізде. Ответ деген бар, яғни бөрті біз оларды келесі тақырыпта өтеміз. Текущий год, низ, 2000 год, имя пользователь, фон, цена, ондайлар бізде тым көп. Сондықтан олар бізде қиынырақ тақырып болады. Оларды келесі сабақтарда өтетін боламыз. Енді если касается край деп тұр, яғни мына жердегі нәрсе, сенсордағы нәрсе орындалса, біз осы мынау ждать до, яғни мына жердегі нәрсе орындалғанша тоқтамай, ештеңе істемей, осы нәрсенің орындалған күтеді. Орындалғаннан кейін өзінің циклын жалғастырып кететін болады. Келесі повторять пока не. Яғни крайға тигенше тоқтамау керек. Мынаны қойып қойсақ, міне былай. Мынаған тиді, тоқтады. Міне қараңыздар, мынау тимей тұр, крайға тимей тұр. Яғни крайға мына жердегі нәрсе орындалғанша тоқтамай мына циклды қайталайды. Енді бассақ, міне тоқтамай, міне мына мұртшасы тиді, сразу тоқтады. Яғни келесі стоп все. Стоп все, этот скрипт, другие скрипты спрайта. Яғни стоп все. Яғни стоп все.
программаның біткенде немесе бір ойындарда ұтып алатын кезде осы болады. Все, яғни бүкіл нәрсе мынаны басқан кезде бүкілі тоқтайды. Мысалы біз бағана повторяй всегда мында қойып қояйық. Идти он шагов и стоп. Если касается края, стоп все. Мына алып қояйық. Мынаны бастасақ, краяға тиген кезде сразу тоқтайды. Көрдіңіздер ғой, тоқтап қалады. Яғни ойында жеңіліс таптық дегендей. Стоп все осындай. Ал стоп этот скрипт. Яғни мынау бізде бір скрипті. Ал мына жақта тағы бір когда нажат мына жақтан не алсақ, включить звук мяу. Яғни мынаның бәрі бізде қате болды. Яғни соңына дейін кетті. Енді мынаны тоқтатып басатын болсақ, мынаны қойып, енді басамыз да мынау тоқтайды. Көрдіңіздер ғой, мынау бөлек скрипт, мынау бөлек скрипті. Яғни мына скриптті сразу тоқтайды. Мына стоп это скрипт деген скрипт сразу тоқтап қалады. Бұл осындай. Другие скрипты спрайта. Яғни бұдан басқалары. Міне басайық. Тоқтатайық. Мында алып қойық. Бастайық. Мынау тоқтады. Анау тоқтады. Ал мынау тоқтамады. Яғни мынадан басқалары тоқтайды. Өміз бұдан басқалары. Мына жерде стоп этот скрипт болса, ал ол жерде стоп другие скрипт спрайты. Яғни осы скрипттен басқалары, осы спрайт, яғни осы кейіпкердің басқа скриптілері тоқтасын. Ал мына жерде стоп этот скрипт. Яғни осы скриптті. Все және бұл үшеуі әртүрлі күйге енеді. Стоп все, стоп этот скрипт, другие скрипт спрайта. Другие скрипт спрайта одан кейін ол тоқтамай жалғаса алады. Ал стоп все болса, одан кейін жалғаспайды. Стоп этот скриптте де ол кейін блок артынан қоя алмаймыз. Бірақ біз блокты қоя алмасақ та, мына жақта когда нажат деп тағы біреуін бастай аламыз. Стоп все осы. Ал создать клон деген бізде тағы бір не бар. Когда я начинаю как клон, создать клон, удалить клон. Енді мынаны басайық. Перейти на случайное положение и создать клон самого себя. Міне мынаны бассақ. На случайное положение создать клон самого себя. Міне мынаны бассақ, бізде мысық екен. Ол өзін клондады. Яғни өзінің көшірмесін жасады. Ал мынау бізде осы клон болып бастаған кезде не істейді? Қойып қояйық міне. Істеді, мынау айналып тұр. Яғни мынау клон. Ал мынау клон емес. Бұл өзінікін істеп бітіріп қойды. Ал клон әрқашан не істейді? 15 градусқа бұрылсын, оңға қарай деп қойды. Яғни тоқтаусыз бұрылады. Енді біз мынаны қайтып бассақ, анаусы клон, мынаусы клон. Яғни клон екенін табуға болады. Клон, когда я начинаю как клон дейді. Яғни клон болып бастаған кезде деп тұр. Ал удалить клон десек, біз мынаны тоқтатайық. Мынаны бастадық. Енді мынаны бассақ, мынау клонды қазір удалить етіп тастауға болады. Бастық, клонды уже удалить етіп тастады. Бүгінгі тақырып осы, создать клон деген яғни бұл өзін клондайды. Немесе басқа кейіпкерлерді де клондай алады. Ал мынау клон болып бастағанда болса, ал мынау клонды жою
блогы болып саналады. Бүгінге осы, сау болыңыздар. Бүгін біз Scratch программасының 5-ші сабағын өттік. Сау болыңыздар.